Сәлеметсіздер ме, құрметті 11 сынып оқушылары? Бүгін қазақ әдебиеті пәнінен кеңістік және уақыт бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Өздеріңіз оқып танысқан Оралхан Бөкейдің «Атау керек» повесі бойынша өткізілмек. Оқу мақсаты: шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтау, көркем шығармадағы заман көрінісі мен қазіргі заман көрінісін салыстырып бағалау. Білім алушылар, яғни сіздер, шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтайсыздар. Шығармадағы заман көрінісі мен қазіргі заман көрінісін салыстырып бағалайсыздар. Бірінші тапсырма. Оралхан Бөкейдің «Атау керек» повесінде кездесетін үш кейіпкердің өздерің байқаған өмірдегі басты құндылықтарын, адамгершілік қасиеттерін анықтап, кейіпкер кестесін толтырасыздар. Шығарма кейіпкерлерін қалауларыңыз бойынша таңдауға болады. Екінші тапсырма. Оралхан Бөкейдің «Атау керек» повесінің идеясын анықтайсыздар. Шығармада өмір шындығы қалай көрініс тапқан? Осы сұрақ төңірегінде ойларыңызды өрбітіп жазасыздар. Үшінші тапсырма. Өр Алтайдың адам аяғы баспайтын қуысында тас үңгірде өмір сүріп отырған шалдың оқшау тірлігі Тағанды қатты таңғалдырды. Жалғыз өзі кетсе бір сәрі ғой. Өзімен бірге ту итарқасы қиян, ел жұрты жоқ жетімсіреген жерге қаршада екі баланы ерте кеткені. Олар күні ертең ер жете келе, қар адам секілді жабайланып, өмірдің қызығынан мақұрым қалса, өкінішті өмір кешпей ме? Осы жерде балалар, Тағанды толғандырған сұраққа шал қалай жауап берді? Жауабын жазасыздар. Әрі қарай шалдың сөзін негізге ала отырып, көркем шығармадағы заман көрінісі мен қазіргі заман көрінісін салыстырасыздар. Бағалау критерийлері мен дескриптор сіздерге қоса беріліп отыр. Әрбір орындаған тапсырмаларыңызға қанша ұпай алатындықтарыңыз көрініп тұр. Барлығы 15 ұпай жинауларыңыз керек. Құрметті оқушылар, жиынтық бағалау жазу барысында сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.